Мен шынымен маманың сообщениелеріне қорқамын. Өйткені осы жағдай болды, бұл шын болған жағдай. Осыдан 4 күн бұрын мама маған мынандай сообщение жазып жіберді. Балам, неге өз осы номерінен жазбадың маған деп. Сразу звондадым мамаға. Мама, не болды, тыныштық па десем, маған новый Билайн номерінен жаздың ғой жаңа маған. Мама, мен сізге 400 мың теңге подарок ақша жіберейін деп едім. Карточкаңыздың алды артын суретке түсіріп жіберіңізші деп. Мен мамаға айттым, мама, мошенниктар, сен ұсталып қалдың, мошенник жібердің ба десем, жібердім дейді, прикиньте. Мен айтам, мама, бұл мошенниктар, сіз қалай алданып қалдыңыз? Ана сөзінен мошенник екенін білуге болатын еді ғой. Мен сізге ақша жіберейін деп жатырмын дегенмен. 24 жыл жібермей, 15-ші ақпан 400 мың теңге жіберем деп шешкен екем, я? Еще подарок. Ананың ішінде 400 мың теңге болса да, ана халық банкта мошенник ештеме шеше алмайтын еді. Ақша шеше алмайды. Өйткені Құдайға шүкір, менің мамам фотоға түсіріп білмейді. Ана карточка фотоға түсіргенде, ана вспышка ортасына метеорит болып түсіп, тығым көрінбейді ғой ана жерде. 55 деген бүйтіп тұр ғой, бүйтіп басындағы. Басқа дым.